Мына 2 күнгі Семей қаласындағы Назарбаев интеллектуалды мектебінде семинар өте жақсы сәтті өтті. Бірінші күні семинарда біз теориялық жүзінде өтті. Келесі екінші күні практика жүзінде әртүрлі әдіс тәсілдерімізді көрсетіп, бір-бірімізбен тәжірибе алмасып қайттық. Семинар өте жақсы, жоғары дәрежеде өтті. Осы семинарды өткізіп ұйымдастырған осы мектеп әкімшілігіне, осында жүргізген өзіміздің әріптестерімізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Енді тиімді жағы, біз өзімізге көп нәрсе алдық, көп нәрсе үйреніп қайттық. Мына қысқа мерзімді сабақ жоспары жөнінде, ұзақ мерзімді сабақ жоспары жөнінде теориялық мәліметтерді алып, өзіміздің білімімізді тереңдетіп қайттық. Енді болашақта өзіміздің мектептерімізде де осы мектептегідей құрал жабдықтар әкелгелі жатыр. Енді ары қарай өзіміздің мектебімізде де осы жерден алған іс тәжірибемізді ары қарай жалғастырып, сабақты береміз деген ойдамыз. 9 қыркүйек және 1 қазан аралығында осы Семей қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде 2 күн білім деңгейімізді көтеріп жатырмыз. Осы семинардан алған өзімізге түйерлік көп қажетті мағлұматтарменен толықтырылдық. Осы мектеп әкімшілігінің ұйымдастырған семинарында өзімізге осы әріптестеріміздің түсіндірген бірінші күнгі теориялық методикасын, құжаттар жайлы, нормативті құжаттар жайлы және де қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, орта мерзімді жоспарлар жайлы көптеген мәліметтер берілді. Осы өзіміздің білім қорымызды одан арман жетілдіріп, екінші күні осы зияткерлік мектептің кіші залында өзіміздің практикалық сабақтарымызды әріптестеріміз көрсетіп жатыр. Бәрі жақсы ойдағыдай ұйымдастырылған. Осы жердегі ұйымдастырған мектеп әкімшілігіне және де міне біздің әріптестерімізге көптен көп алғысымыз шексіз. Келесі жылдарда да тағы да осындай үлкен семинарлар, форумдар өткізіліп тұрса деген тілегіміз бар. Енді біз осы міне Қазақстан даму қорынан Зайсан қаласының әуезов мектебіне және де базаларымыз толықтырылып жатыр. Осы көрген білімімізді сол жақта ары қарай жетілдіріп, өзімізге сабаққа керекті тапсырмаларды қосымша қорымызға кіріктіріп, осы сабақта пайдаланамыз деп ойлаймын. Әріптестерімізге көптен көп алғыс. Істеріңіз жемісті болсын. Рахмет.